Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерменен дәмі өте ерекше әрі тез дайындалатын творожный пирогтың рецептісіменен бөліспекшімін. Бұл рецепті мен қанша уақыттан бері қолданып келемін, әрі заказға да жасап келемін. Сондықтан тексерілген рецепт қорықпай жасай берулеріңізге болады. Алдыменен творожный пирогымыздың қамырын жасап аламыз. Бұл жерде бізде песочный қамыр болады. Алдын ала таза ыдысымызға қамырымызды, 8 грамм разрыхителімізді, қантымызды, бір жұмыртқамызды және бөлме температурасында еріп тұрған, міндетті түрде еріп тұрған сары майды қолданыңыздар, себебі өздеріңізге де араластыруға ыңғайлы болады. Бұл массаны қалай араластыру өз еркіңізде, сіз миксердің көмегіменен араластырсаңыз да болады, немесе мен сияқты силиконды лопатканың көмегімен араластырсаңыз да болады. Сізде ең бастысы ұн түйіршіктері толығымен араласып, сіздің қамырыңыз толығымен бірігуі қажет. Міне қыздар, мен көрсеткен мөлшерменен жасасаңыздар, сіздерде дәл осындай үгілмелі қамыр пайда болуы қажет. Енді осы қамырымызды бөлме температурасында 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз бөлме температурасында дем алғанша біз салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін дүкеннен алынған кез келген пайыздағы кез келген ірімшікті қолдана бересіздер. Үстінен қантымызды, бір ас қасық манная крупамызды және 2 жұмыртқамызды салып, барлығын бірге толығыменен венчиктің немесе блендердің көмегіменен жақсылап біркелкі масса болғанша барлығын араластырып аламыз. Мен бұл жерде алғашында венчиктің көмегіменен жақсылап араластырып алдым. Сосын барлығы біркелкі масса болуы үшін блендердің көмегіменен жақсылап араластырып шықтым. Міне қыздар, көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай сұйық масса пайда болды. Ендігі кезекте жаңағы бөлме температурасында дем алған қамырымызды алып, кез келген формаға барлығын бірге біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Менің бұл жердегі формамның диаметрі 22. Мен бұл форманың ішіне ешқандай да май жаққан жоқпын. Астын фольгаменен орап, осылайынан қамырымды орналастырып шықтым. Қамырыңызды орналастыру барысында силиконды лопатканы қолдансаңыз да болады, қасықпен орналастырып шықсаңыз да болады. Сізге қалайынан ыңғайлы, солай жасауыңызға болады. Қамырымызды толығымен орналастырып болғаннан кейін үстінен сұйық массамызды құйып, шетіне шығып тұрған қамырларымызды пышақтың көмегімен кесіп тастауыңызға да болады. Мен кескен жоқпын. Осылайынан видеода көріп тұрғаныңыздай силиконды лопатканың көмегімен кішкене басып, шет-шетін тегістеп шықтым. Сұйық массамыздың үстінен өзіңізге қалаған жеміс-жидегіңізді осылайынан орналастырып, қызып тұрған пеште 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Пештен жаңа пісіп шыққан творожный пирогымызды бірден формасынан ажыратпаймыз. Міндетті түрде бөлме температурасында 2-3 сағатқа қалдыратын боламыз. 2-3 сағаттан кейін барып, формасынан осылай пышақтың көмегіменен ажыратып аламыз. Әдеттегідей оформление жағы өз еркіңіз. Мен бұл жерде қант ұнтағын қолдандым. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Видео толығымен сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерде 100%-ға өте дәмді осындай творожный пирог шығатынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Келесі рецепттарды жіберіп алмау үшін қоңырау жанын басып қойсаңыз.